Құрметті депутаттар, аудандық мәслихаттың бүгін кезектен тыс 36 сессиясына мәслихаттың 7 депутатынан 5 депутат қатысып отыр. Кворум бар. Оның ішінде 2 депутат себепші жағдайлар қатыспаған. Сессияны ашу дауысқа саламын. Кім қолдайды? Қарсы қалыс қалу жоқ. Сессия ашық жарияланды. Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы заңының 10-шы бабы 2-ші тармағына 19-шы 3-ші тармағына сәйкес аудандық мәслихаттың кезектен тыс 36 сессиясы өз жұмысын бастайды. Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және басқару туралы заңның 11-ші бабы негізінде кезектен тыс сессияға аудандық экономикалық қаржы бөлімінің басшысы Гүлзира Құмарғазы Жанаева, аудан әкім аппаратының жалпы бөлімінің басшысы Дания Талғатұлы қатысып отыр. Және ауыл округ өкілдері. Сессия отырысы тікелей эфирде көрсетілуде. Құрметті депутаттар, аудандық мәслихаттың бекітілген жұмыс жоспарына сәйкес сессияның күн тәртібіне енгізілген мәселелер тұрақты комиссия отырысында қаралып, талқыланып, кезектен тыс сессияға шығарылып мақұлданды. Атап айтқанда, бірінші, Күршім аудандық мәслихатының 2024 жылғы 25 желтоқсандағы 2025-27 жылдарына арналған Күршім ауданының бюджеті туралы 31-4 шешіміне өзгеріс енгізу туралы баяндамашы Гүлзира Құмарғазықызы Жанаева, аудандық экономика және қаржы бөлімінің басшысы. Екінші, қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі үйлестіру кеңесінің дербес құрамын өзгерту туралы баяндамашы Дания Талғатұлы, аудан әкім аппаратының жалпы бөлім басшысы. Үшінші, Күршім ауданының әкімдігі жанындағы бұзушылықтың профилактикасы жөніндегі ведомствоаралық комиссияның құрамын өзгерту енгізу туралы баяндамашы Дания Талғатұлы, аудан әкім аппаратының жалпы бөлім басшысы. Төртінші, Күршім ауданының терроризмге қарсы комиссиясының құрамына өзгеріс енгізу туралы Дания Талғатұлы, аудан әкім аппаратының жалпы бөлім басшысы. Енді бірінші құрметті депутаттар, күн тәртібі бекітілді. Дауысқа саламын. Кім қолдайды? Қарсы қалыс қалу жоқ. Күн тәртібі бекітілді. Сессияны жүргізу регламенті бекітуіміз қажет. Мәселелер бойынша баяндамашыларға 5-7 минуттан, анықтама хабарлама 5 минут, 3 минут. Дауысқа саламын. Кім қолдайды? Қарсы қалыс қалу жоқ. Регламент бекітілді. Аудандық мәслихаттың регламентіне сәйкес санақ комиссиясына қатысуын сайлауымыз қажет. Енді санақ комиссиясының құрамына ұсынамын Ләззат Құмарова, Достық Дәулетжанұлы Қасановты. Енді хатшылық тобына Арғынбек Ақманов Қабдуллинді, Қанат Мұханұлы Қизатаевты ұсынамын. Дауысқа саламын. Кім қолдайды? Қарсы қалыс қалу жоқ. Санақ комиссиясы және хатшылық тобының құрамында бекітілді. Енді күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша Күршім аудандық мәслихатының 2024 жылғы 25 желтоқсандағы 25-27 жылдарына арналған Күршім ауданының бюджеті туралы шешім өзгеріс енгізу туралы сөз аудандық экономика және қаржы бөлімінің басшысы Гүлзира Құмарғазықызы Жанаеваға беріледі. Құрметті Қайрат Тоқанұлы, құрметті депутаттар және мәслихат сессиясына қатысушылар. Күршім ауданының 2025-27 жылдарға арналған бюджетін нақтылауға Күршім 2025 жылдың 9 сәуірдегі өткен облыстық бюджеттің нақтылануы негіз болып отыр. Республикалық бюджет қаражаты есебінен төмендегі трансферттер бөлінді. Олар 116 миллион 249 мың теңге тұрғын үй сатып алуға. Облыстық бюджет қаражаты есебінен төмендегі трансферттер бөлінді. Олар 333 миллион 165 600 теңге. Күршім ауылындағы нөмір 5 жылу желілері мен қазандықты қайта жаңғыртуға 58 миллион 180 мың теңге. Ақсуат ауылына мал қорымын салуға 28 миллион 695 мың теңге. Сарылен ауылына мал қорымын салуға 27 миллион 634 мың теңге 200 теңге. Бурабай ауылына мал қорымын салуға 28 миллион 343 мың 400 теңге. Маралды ауылына мал қорымын салуға 27 миллион 630 мың 900 теңге. Құйған ауылына мал қорымын салуға 27 миллион 630 мың 900 теңге. Күршім ауылына дене шынықтыру және сауықтыру кешенін салуға 126 миллион 320 мың теңге. Санитарлық курорттық емделуге 4 миллион 581 мың теңге. Ұлы Отан соғысы жылдарында тылдағы жанқиярлық еңбегі мен мінсіз әскери қызметі үшін бір жолғы материалдық көмек көрсетуге 1 миллион 860 мың теңге. Азаматтардың кейбір санаттарына материалдық көмек көрсетуге 290 мың теңге.
азаматтардың кейбір санаттарына Ауғанстанда қаза тапқан жауынгерлердің отбасыларына 1.350.000 теңге. Облыстық бюджет қаражаты есебінен 10 миллион теңге атаулы әлеуметтік көмек көрсетуден азайтылды. 2025 жылға бюджет қаражатының бос қалдықтары 86.027.000 теңге. Бұл қаражат Көшім ауылы нөмір 5 қазандық жылу жүйелерін қайта жөндеу жұмыстарына қарастырылды. Құрметті депутаттар, аталған өзгерістерге қолдауларыңызды сұраймыз. Хабарлама аяқталды, сұрақтарыңыз бар ма? Жаңа осы мәселе тұрақты комиссия отырысында қаралды, жан-жақты талқыланды. Енді шешім жобасын дауысқа саламын. Кім қолдайды? Қарсы, қалыс қалу жоқ. Шешім жобасы бекітілді. Рахмет. Күн тәртібіндегі келесі мәселе қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі үйлестіру кеңестегі құру өзгерісі туралы сөз аудан әкім аппаратының жалпы бөлім басшысы Данияр Талғатбек беріледі. Құрметті Қайрат Тоқанұлы, депутаттар, сессияға шығып. Көшім аудандық мәслихаттың сессиясында қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі үйлестіру кеңесінің дербес құрамын бекіту туралы түсіндірме жазды. Кадрлық ауыстыруларға және Көшім ауданы әкімдігінің 2011 жылғы 10 маусымдағы 1969 қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі үйлестіру кеңесінің дербес құрамын бекіту туралы қаулысына өзгерістер енгізуіне байланысты аталмыш жобаны сессияда қолдауыңызды сұраймын. Құрметті депутаттар, шешім жобасын дауысқа саламын. Бұл мәселеде және тұрақты комиссия отырысында қаралған. Кім қолдайды? Қарсы, қалыс қалу жоқ. Шешім жобасы бекітілді. Күн тәртібіндегі келесі мәселе Көшім ауданы әкімдігі